Баршаңызға сәлем, мен Ақбала. Бүгін сіздерге жидек қосылған сүзбелі бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Әдеттегідей ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға құм шекерді қосып араластырамыз. Одан кейін ванилин және де қамыр қопсытқышты салып, тағы да бір араластырамыз. Және де үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып қосып, араластырып аламыз. Ең соңынан суымызды қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Біріншісін кішкентай, екіншісін үлкен етіп, және де екеуін екі бөлек салфанға салып, мұздатқышта қатырып аламыз. Енді сүзбелі салмамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбенің үстіне жұмыртқа, құм шекер, ұнтақ жармасын, ванилинді салып, барлығын блендермен езіп аламыз. Қамырымыз қатқаннан кейін үлкен бөлігін үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Одан кейін қатты баспай, осылай форманың ішінде жайып шығамыз. Одан кейін үстіне сүзбелі салмамызды құямыз. Және де тегістеп барлығын жайып шығамыз. Одан кейін кез келген жидек жеміске осындай крахмалды қосып, екеуін араластырамыз да салмамыздың үстіне әр шетіне бір қойып шығамыз. Және де қалған қамырдың екінші бөлігін үккіштің кішкентай көзінен осылай өткіземіз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей осымен өте дәмді бәлішіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеле кетіңіз.